Сәлеметсіздер ме, достар? Бүгін біз сіздермен Астана тақырыбында диктант жазатын боламыз. Диктант 2-ші сыныпқа арналған. Қазір мен сіздерге мәтінді толық оқып беремін. Содан кейін диктантты жазуға кірісеміз. Астана. Мен жазда Астана қаласына бардым. Қала маған қатты ұнады. Әдемі үйлер көп салыныпты. Астананы тамашалауға келген көп қонақтар көшеде жиі кездеседі. Есіл өзенінде қайықпен серуендедім. Диктантта 24 сөз бар. Тақырыбын жазып алайық. Астана. Астана. Азат жолдан бастап жазамыз. Бірінші сөйлем. Мен жазда Астана қаласына бардым. Жазамыз. Мен жазда Астана қаласына бардым. Мен жазда Астана қаласына бардым. Келесі сөйлем. Қала маған қатты ұнады. Жазамыз. Қала маған қатты ұнады. Сөйлемді қайталап оқимын. Қала маған қатты ұнады. Келесі сөйлем. Әдемі үйлер көп салыныпты. Жазамыз. Әдемі үйлер көп салыныпты. Сөйлемді қайталап оқимын. Әдемі үйлер көп салыныпты. Келесі сөйлем. Астананы тамашалауға келген көп қонақтар көшеде жиі кездеседі. Жазамыз. Астананы тамашалауға келген көп қонақтар
көшеде жиі жиі кездеседі сөйлемді қайталап оқимын. Астананы тамашалауға келген көп қонақтар көшеде жиі кездеседі. Келесі сөйлем. Есіл өзенінде қайықпен серуендедім. Жазамыз. Есіл өзенінде қайықпен серуендедім. Есіл өзенінде қайықпен серуендедім. Міне достар, біздің диктантымыз аяқталды. Мен диктанттың мәтінін қайталап оқып беремін. Содан соң экранға диктанттың толық нұсқасы шығады. Өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Бағалау критериясы видеоның астында жазылған. Астана. Мен жазда Астана қаласына бардым. Қала маған қатты ұнады. Әдемі үйлер көп салыныпты. Астананы тамашалауға келген көп қонақтар көшеде жиі кездеседі. Есіл өзенінде қайықпен серуендедім.